Çabuk. Titan barımızımız sende. Ол мүмкін емес. Достарымды құтқаруым керек. Жасыл қуат соққысы. Жасыл қуат соққысы. Сендер байқадыңдар ма? Олар тоғыт десе ішкен астын жерге қояды. Оларды біз басқаратынымызды білсе не болатынын елестетіңдерші. Иә, оны рас. Әттең, біз екенін білсең ғой. Армандағанды қашан қоясың? Көмектес, Титан. Құйынды дауыл. Тимей, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, аман болма. Мен Титан секілді мықтамын. Саған Титан ұнаған сияқты ғой. Ол бәріне ұнайды. Титанның әмірші екенін ел білсе баяғыда танымал болар еді. Ой, әлгі қойыңды тағы да көре аламыз деп ойлайсың ба? Үзіліс уақыты аяқталды. Енді іске кірісуім керек. Сені ме, Агни? Менен бас тартуға қалаған әдетің бар ма? Ештеңе етпес. Есесіне бұл жолы жоспарым іске асатын болды. Қолымнан не келетінін көрсетем. Бәрін өзім тындырам. Баста! Бәрі тақтың бізге қажетсіз ба? Қажа. Олардың қоймаларындағы алтынды ұрлаймын да жаңа роботтар сатып аламын. Сол кезде роботтардың көзі құрайды. Әке, біз келді. Қызым, әкем қайда? Мынаған қараңдар. Ол не? Балалар, кірмес бұрын есікті қақсаңдаршы. Неге көрсеткіңіз келмейді, әке? Қойылым қалай өтті? Тобыт ерлігімен бәрімізді таң қалдырды. О, Кори, артық сөйлегенді қашан қоясың, а? Тоқарыңдар балалар, жұмысымды аяқтауым керек. Байқайын бізге арнап тосын сый жасап жатқан сияқтысың. Сөзді қойып тобыттарыңды жуыңдар. Ауа райы қандай тамаша. Кори, не істеймін? Қытығым келіп жатыр. Қазір, ашшы да! Райым, мені де шомылдырасың ба? Әрине шомылдырам. Мына гүлді көрдіңіз бе? Келсеңізде шаңды қайдан көріп тұрсың? Қозғала беретін болсаң, қазір бітпейміз. Кәнекей достар, бәріміз келейік. Бересек білейік, аяғымызды қозғалтамыз. Білейік, елімізді қыздырайық. Апа, Не болды? көлікті қозғамаңызшы. Мен қозғалтқан жоқпын. Мұнда сәл таза. Рахмет, Кори, рахмет. Таза болған күшті екен. Райан, мен қала орталығындамын. Жер өздігімен қозғалып жатыр. Қабат деген-ай, бұл не масқара? Не болғанын анықтауымыз керек. Тобыт, Икс пен Y. Бірігіңдер. Тобыт, Титан. Дайынмын. Молодцы! Робот қайдам! Титан, тексер. Құтқарады. Таптым. Құрылғының бір түрі байқалды. Не? Жердің астында ма? Қалжырамай тез қимылдасаңдаршы. Жоқ, тағы әлгі ақылсыздар. Солға, Титан! Байкерботтар, солар екенін білге. Осының бәрі Дилоптың әрекет екені рас. Мен олай ойламаймын. Жер асты жолы бізді басқа жолға апаратын сияқты. Банк? Ол банкты томамақшы. Қане, жандарыңның бәрін да тездетіңдер. Бұл жолы қаржы тапшылығынан құтыламыз. Титан, құйынды дауыл. Құйынды дауыл. Тұрыңдар, жұмыс кезінде ұйықтауға болмайды. Ямырса, айтқаныңыз болсын. Аз қалды, сәл
шыдаса болды. Қап ақшаға қарып боламыз. Зет көрмек штора. Жарайсың, Зет. Қолынан келерін білгем. Бата, түк те істей алмайды. Иә, біздің тоботтар жарайды. Бастық, бізді босатыңызшы. Сендерде яқмақтарға бекер сендім. Талабым күшті болмаған секілді. Иә, оның рас, Дилік мырза. Иттей болып ақыры оралдыңыз ба? Бірақ тым кеш. Солай. Сенің арқаңда тобыттардың атағы бүкіл қалаға жайылды. Ей, тыңда, жағдайдың бұлай болғаны маған да ауыр тиді. Маған уақыт керек. Жоқ әлде әлгі ақмақ балалардан жеңіліп қалған маған ауыр тимейді дейсіз бе? Қандай халде екенін қызықтырмайды. Алайда тығырықтан шығудың жолын білем. Сонымен не дегің келеді? Ойлап қараш, Райан мен Коридің бақыттан бастары айналды. Алайда сол бақыттың өкінішке алып келетінін білмей. Олар басқа жоспар құрмай тұрғанда бір амалын табар еді. Қаламыздың батырлары қателікке бой алдырса не болады деп ойлайсың? Біз үшін ол таптырмас мүмкіндік. Не айтып тұрғаныңызды толықтай түсінбедім. Одан да балаларды шайқаста жеңгеніміз артық. О, тобы Титан бірінші бестікке іліпті. Біз енді атақтымыз. Қарашы. Иә, дұрыс айтасың. Мынауың тамаша жаңалық екен. Жігіттер, сөзді қойып іске кірісіңдер. Естімесең қайталайын. Біз енді атақтымыз. Демек еден жумаймыз. Толық бос сөзді қой. Атақты болған тоботтар сендер емес. Бірақ мен басқарушылар да атақты болады. Одан дағы сүрткішті жуып әкел. Атақтыларды бұлай жәбірлеуге бола ма екен? Жүр кеттік, Райан. Еденді жумаймыз ба? Ол жағын Делан реттейді. Кеттік. Ей, қайда кетіп барасыңдар, достар? Бұл шынайы Титан. Не? Оның рас болса шынайы Титанды қайдан көрдің? Бұдан бұлай өтірік айтушы болма. Өтірік айтып тұрған жоқпын. Менің ағам тобытты басқарады. Тоқта, тобыт басқарушы дейсің бе? Иә, Титан ағамның тобыты. Демек, Аға, Бұндай не істеп жүрсің, а? демек, тобыт Титанның басқарушысы сенсің бе? Жүр, демалатын уақытың болды. Не үшін сұрап тұрсың? Оның өтірік айтып тұрғаны анық. Менің ағам өтірікші емес, шын сөзім. Оларға айтшы, Натан. Маған сенбей жатыр. Сөзімді мазаққа айналдырып жыныма тиді. Оныкі рас, тобот басқарушысы екенім шындық. Сөзіңді дәлелдей алмайсың. Айтпауым керек еді. Арамызда құпия болып қалсын дегенім ғой. Бірақ олар сенің қаншалықты мықты екеніңді білулері керек. Демек, Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. әке, Өтінемін, керек емес, Натан. Қара, мен де бәрі жақсы, рас айтам. Әкемнің мен ойлап уайымдағанын қаламаймын. болған жайды көңіліңе ала бермесеңші. Жарай, рахмет аға. Сен тамаша жансың. Маған бір нәрсеге уәде берші. Бұдан былай ойындағанды қой. Сол кезде бәрі жақсы болады. Ей, Натан, тобыт Титанды тағы да көруіме бола ма? Білесің бе, оған қарасам өзімді күші тасыған батырдай сезінем. Рас па? Жалған тобыт? Бәлкім ол оның макеті шығар. Біз тек суретін көрдік, бірақ шын сөзім, ол шынайы көрінді. Олардың соңынан баруым керек еді. Осының бәрі біздің атақты болғанымыздан. Естідің бе? Қала тұрғындары бізді айтып шуылдап жүрген. Иә, алайда біздің мақсатымыз отбасымыз бен қаламызды қорғау екенін ұмытпауымыз керек. Қайдам, қаһарман мен танымалдық қатар жүреді деп ойлаймын. Біз оған лайықпыз. Достар, осы сендер батырымыз дегенді қашан қоясыңдар? Жүйкеме әбден тидіңдер. Батыр екеніміз рас қой. Қаламызды Дилоктан қаншама рет құтқарып қалдық. Біз болмағанда қаламыз баяғыда Дилоктың қаласы аталатын еді. Рас айтам. Ойлап қараңдар сөздерді. Күлкімді келтірмеші. Дилоктың тіпті тегін де білмейміз ғой. Жаңалықтан оның тегі октопус екенін естігем. Дилок октопус. Ей, тегім Октавиус, сауатсыз бұзақылар. Сондықтан бұрынғыша шайқаса беріңдер. Сол кезде әдеттегідей жеңілесіңдер. Бірақ біз барымызды санудамыз. Келесі жылы жеңеміз. Сіз жол ережесін бұзып көлікті жылдам айдадыңыз. Мектеп аймағында екеніңізді білесіз бе? Анау не? Қане іске кірісейік.
шығар. Аха, жақсы болар еді. Олай ойламаймын, Кори. Әкем ашуланып жүрер. Қашанғы жасырып жүреді екенбіз. Тобыт, үйге қайтатын уақыт болды. Шыдасаңшы, артада тұрған керек. Осылай боларын білгем. Қолдарыңнан түк келмейді. Жарайсың, туғаннан жолы болмайтын бейбақтың іскерлігі артқан сияқты. Я, тағдырдың жазғаны сол ғой. Негізінде бұным дұрыс емес. Тағы да, Тобыт Титан мен Тобыт Зет қаламызды байкер-боттардан құтқарып қалды. Алайда олар қайдан келді? Оларды кім басқарады? Полиция қызметкерлерінен сұхбат алдық. Ол Тобыттардың қылмыспен күресетін Тобыттардан мықты екенін айтты. Олар нағыз батырлар. Бәрінің жақсы аяқталғаны дұрыс болыпты. Әке, естідіңіз бе? Бізді бәрі батыр деп жатыр. Батырлығыңды әлі ұмытпадың ба? Батыр болуды бәрі армандайды емес пе? Осылайша бәрі ерлігіміздің куәсі бола алады. Танымал болған жаман іс емес. Алайда танымал боламын деп масаюға болмайды. Дегенмен оның бұзақылары сендерге тыныштық бермейді. Алайда қуғудың қажеті жоқ. Біздей батырлар қаламызға ешқандай да қауіп төндірмейді. Біз бастасақ болды, олар дереу қаша жөнеледі. Ертеңгі сабақтарыңа дайындалатын уақыт болды. А? Біз қаламызды құтқардық, ал ұстазымыз бізді жазалады. Оныкі дұрыс. Неге сабақтарыңды орындамағансыңдар? Бізде уақыт болмады. Диланнан үлгі алуларың керек. Ол да сендер секілді жамандармен күресіп жүр. Алайда ерлігін айтып мақтанбайды. Түсінікті ме? Әй, Жай айтқаным ғой, көңіліңе алма. ол не біледі дейсің? Біздің ерлігіміз марапатқа лайық. Тағы да жетхананы жуатын болдық. Ертең жуғаннан жалықтым. Қандай жеңілішті. Жүріңдер достар, жұмыстарымды аяқтауға көмектесейін. Жақсы, рахмет Дилан. Сенің арқаңда біраз демалып алатын болдым ғой. Бұл не мазағың? Мұнда Тобытты кімнің басқаратыны анықталды деп жазыпты. Қане көрсетші. Белгісіз ақпарат көздеріне сәйкес жанкүйерлер мына жас жеткіншектің Тобыт